ауызда еритін, бір жасағаннан-ақ шығатын осындай керемет пирог оңай әрі тез дайындалуы. Кескенде, ауызға салғанда нәзік, сондай керемет жұмсақ пирог. Үй температурасында тұрған сармай, құмшекер және бір жұмыртқа керек. Үшеуін араластырып, әдемілеп езіп аламыз. Осылай араластырып, осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін біз оған ұн саламыз. Ұнға сразу 10 грамм қамыр қопсытқышымызды салып қоямыз. Осылай електен өткізіп отырып, қамырға саламыз. Електен өткізгеннен кейін біздің пирогымыз өте үлпілдек болып шығады. Біріншіде осылай лопаткамен араластырамыз, ары қарай өзіміздің қолымызбен осылай илей бастаймыз. Осылай барлығы бір-біріне бір келкі қамыр болып шыққанға дейін біз осылай илейміз. Мінекей осылай бір келкі болып қамыр шығады, барлық ұндар бір-біріне бірігіп, осындай әдемі. Біз қамырымызды екіге бөлеміз. Бір жағын үлкендеу, екінші жағын кішілеу. Үлкендеу жағы астына, кішілеу жағы үстіне. Екеуін жеке-жеке пакетке орап, біз тоңазытқышқа қоямыз. Яғни тоңазытқышқа 30 минутқа қойып күтеміз. Ол болам дегенше біз ішіне салатынын дайындаймыз. 4 штук алмамызды осында теркадан өткіземіз. 4 алмамызды теркадан өткізіп алып, әдемілеп, оны біз қолымызбен кішкене қысып суын шығарамыз. Барлық суын шығару керек емес, кішкене қысып, азғана суын шығарсаңыздар болды. Дайын болған алмаға біз 80 грамм құмшекерімізді салып, әдемілеп бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Осылай бір келкі болып араласып болды, мінекей. Енді менде 26 сантиметрлік осындай ыдысымызды алып, астына пергаментіне қағаз салып қойып, осындай үлкен тестамызды осылай салып жая бастаймыз. Бір келкі қылып жаямыз. Және де осылай кішкене жанына шығарамыз. Ішіне салған салмамыз ағып кетпеу үшін. Ішіне енді салмамызды саламыз. Салмамызды бір келкі қылып жаямыз. Осылай әдемілеп бір келкі қылып жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін тоңазытқыштағы екінші бөлігін алып, бетіне теркамен осылай өткіземіз. Кішкене қиындау, но әдемі болып шығады. Шанышқының көмегімен осылай біз жан-жағына жаямыз әдемілеп. 180 градуста 35-40 минутта пісіп шығады осындай әдемі болып. Біз оның бетіне қант ұнтағын сеуіп, осындай әдемі аппақ керемет пирог қылып істеп қоямыз. Ас болсын. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыз.